Құрметті көрермен тыңдарман, сәтті күн бағдарламасы басталды. Сіздермен бірге мен Баян Сұлу қыздарың, және де бүгінгі біздің сәтті күннің қонағы Шеки Мұхамеджан мырза, облыстық жастар басқармасының инспекторы. Қайырлы күн, көңіл күйіңіз қалай? Саламатсыз, бәрі жақсы, бәрі керемет. Қарағандының ауа райы кішкене қолайсыз болып тұрғанымен біздің көңіл күйіміз өте керемет, өте тамаша. Шынымен уақытыңызды бөліп келгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Алда уақытта сізбен керемет сұхбат болатынына сенімдімін. Құрметті көрермен тыңдарман, егер де Мұхамед мырзамызға сұрақ қоятын болсаңыздар, біздің WhatsApp нөмірімізге жолдаңыздар, біз күтудеміз. Мұхамеджан мырза, енді өзіңіз туралы кішігірім ақпарат айта өтсеңіз, өйткені біздің тыңдармандарымызға қызық деген ойдамын. Менің есімім тағы да Мұхамеджан, тағы да қайталап айтып өтейін. Мен жасым 22-де, негізінен Көкшетау, Ақмола өңірінің тумасымын. 2003 жылы сол жақта дүниеге келгенмін. Араға 10 жыл салып, 10 жылдан кейін осы Қарағанды облысы Абай ауданы Көксу ауылына көшіп келдік. Үй ішімізбен сол уақыттан бері осы Қарағанды облысында тұрамын. Одан кейін жалпы айтатын болсақ, негізгі мектептегі оқуымды мен Абай қаласы Тапар кентінде Абай атындағы қазақ мектебінде аяқтадым, бітірдім. Одан кейін жоғарғы оқу орнына мен 2021 жылы Бөкетов атындағы Қарағанды университетіне түстім. Біз түскен кезде ол енді әлі ұлттық әрі зерттеу атағын алмаған. Ал дәл қазір осы биыл Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университетін тәмамдап келіп отырған жайымыз бар. Тамаша, қай мамандықта? Заң факультетінде, оның ішінде бизнесті заңмен қамтамасыз ету мамандық бойынша тәмамдадым. Тамаша. Енді сіз қазіргі таңда облыстық жастар басқармасының инспектор болып тағайындалған екенсіз. Осы салаға қашан келдің, және кім түрткі болды осы салаға келуге? Жалпы негізінде бұл салаға келуім өте бір қызық болды. Негізі енді менің мамандығым заңгер мамандығы, сол бағыт бойынша мен жұмыс іздеп жүргенмін. Жалпы негізі жоғары оқу орнында Бөкетов университетінде оқып жүрген кезде мен әскери кафедраға түскенмін. Сол кезде жалпы өзім запастағы офицермін. Сол бағытта жұмыс іздеп жүргенмін, және де досымның арқасында деп айтайын, досымның шақыруының арқасында Қарағанды облысының жастар басқармасына келдім. Және де ол жерге келгеніме өкінбеймін. Жалпы айта кететін болсақ, сол басқармада жұмыс істеп жатырмын. Ол туралы айтпақпын ғой. Жұмыс істеп жатқаныма 2 айдың көлемінде болып қалды осы жақында. Ол туралы тағы да айта кететін боламын. Жалпы жұмысқа қалай келдің дегенге жауап беретін болсам, сол негізі тұрақты жұмыс іздеп жүрген кезімде өзімнің досым әрі әріптесім дәл қазір өзінің жұмыс орны менің орнымда жұмыс істеген дәл қазіргі осыған дейін. Бірақ та ол жігітті кадрдың басшысы тағайындағаннан кейін мен өз орнына шақырды, және де дәл қазір сол жігіттің абыройын ақтап, былай айтқанда жұмыс істеп отырмын, жұмыс істеп жатырмын, және де бәрі жақсы, шүкір. Енді жастар басқармасында немен айналысасыздар? Жалпы негізінде жастар басқармасы туралы айта кететін болсақ, ол жастар мен мемлекеттің арасындағы бір көпір деп айтуға болады. Біз жастармен тікелей жұмыс жасаймыз. Жастардың дәл қазір не істеп жүрген, немен айналысып жатқан, және де оларды дұрыс бағытқа қарай бағдар беру, және де оларға біз қалай көмектесе аламыз. Жастардың бос уақытын текке құртпау үшін біз жұмыс жасаймыз, және де оларға көмек көрсетеміз. Нақтылап айта кетейін бе, не істейтінімізді? Біздің жұмыс орнымызда мысал келтіретін болсақ, тегін дауыс жазу студиясы бар. Ол жерде студенттер, ән айтатын студенттер болса әнін жазалады, поэзия оқитын студенттер болса поэзиясын жазалады, келіп тегін. Әлбетте белгілі бір очередь дейді ғой, соған тіркеліп кезектен өтіп бізге келсе, біз жастарға көмектесе аламыз. Одан кейін бізде подкаст зона бар. Подкаст зонада енді қазір трендке айналып отыр ғой, 2-3 адам отырып алып подкаст түсіру деген. Сол жастардың өзінің белгілі бір идеяларын іске асыру үшін бізде подкаст зона бар, және де SMM зона бар. Ол жерде мобилография курсын үйретеміз, және де оған арналған белгілі бір зоналар бар. Сол секілді курстарға біз үйретеміз. Одан бөлек бізде лекция зонасы бар. Ол жерде жастар келіп өздеріне
жиналыс өткізе алады, болмаса өздерінің бір жеткізгісі келетін мәліметтері сол бір залда келіп өткізе алады. Сол секілді бізде және де одан бөлек бізде дизайн студиясы бар. Ол жерде енді қазіргі уақытта біздің резиденттеріміз жұмыс істеп жатыр. Киім тігу, жалпы тігінмен айналысатын студия болып табылады. Жалпы осындай көмектермен біз көмектесеміз. Одан бөлек біз іс-шараларды ұйымдастырумен айналысамыз. Тағы да айта кететін болдым ол туралы. Жалпы осы негізінде. Тамаша. Өте керемет жер десек те болады. Шынымен де жастар қазіргі таңда құр бос жүрген жоқ деген ойдамын. Өйткені қазіргі ондай керемет мүмкіндіктер беріп жатыр, әсіресе біздің өңірде десек те болады. Құрметті көрермен тыңдарман, әсіресе жастар, егер де өздеріңіздің сұрақтарыңыз болса, немесе осы басқарма туралы, немесе осы жастармен бірге жұмыс істегім келеді дейтін болсаңыздар, осы біздің WhatsApp нөмірімізге жазыңыздар. Мұхамеджан мырза біздің сіздердің сұрақтарыңызға жауап беруге дайын. Ал дәл қазір бізде ақпараттық үзіліс, бізден алыстамаңыздар. Қарағанды қаласында 16-ны көрсетіп отыр. Құрметті көрермен тыңдарман, сәтті күн бағдарламасы әрмен қарай жалғасуда. Енді Мұхамеджан мырза, жаңа өзіңіз айтып өтіңіз, және көптеген іс-шаралар ұйымдастырамыз және көмектесеміз ұйымдастыруға деп айтып өтіңіз. Сол шаралар туралы айтып өтсеңіздер. Жалпы негізінде бірінші клубтар туралы айтып өтейін. Бізде жастар басқармасында шешендік өнерге арналған жаңағы ораторское искусство дейді ғой, соны үйретуге арналған бізде клуб бар. Оның өзінің басшысы бар, және де ол жерде біздер белгілі бір ведущийлармен, жүргізушілермен, атақты, былай айтқанда, қалай айтсам болады, ел білетін, ел танитын азаматтармен бір тренингтер өткізілетін болады, және де біз сол жерге жастарды шақырамыз. Одан бөлек бізде Just Vibe атты шығармашыл жастардың клубтары бар. Ол жерде бізде тек қана бір бағытта ғана шектеліп қалмаймыз. Би, өнер, жалпы өнердің барлық бағытын, поэзияны бірге біріктіріп, жастарды сол біріктірілген бір ортаны құрастырғымыз келетін бір осындай бір клуб бар. Және де одан бөлек бізде нашақорлыққа қарсы арналған бізде жақында ашылуы болады. Жаңағы ненің фронт офистің ол жерде енді атайып тұрғандай есірткіге қарсы, нашақорлыққа қарсы белгілі бір іс-әрекеттерді жасау, болмаса жалпы жастарға насихаттау секілді клуб ашылады деп айтуға болады. Одан бөлек бізде волонтерлерге арналған клубтар бар, және де тағы басқа бұдан бөлек клубтар бар бізде жастарға арналған. Одан бөлек бізге жобаларымыз туралы айтып өтетін болсақ, дәл қазір бізде өте бір актуалды болып жатқан ол кітап оқитын ұлт атты бізде бір жоба болып жатыр. Ол жобаның бір қысқаша айтып өтсем, ол кітап оқып миллион ұтып ал деген белгілі бір өзінің бір мағынасы бар. Ол жерде енді өзінің критерийі бар. Дегенмен де миллионға дейін бізде сыйақы көзделген. Бұл жерде бұл жобаның мақсаты жалпы жастарды, жалпы қоғамды кітап оқуға былай айтқанда итермелеу деп те айтуға болатын шығар. Итермелеу деп айтпай қояйын, бірақ та осылай қызықтырғымыз келіп жатыр. Одан бөлек бізде жыл сайын болатын Just Fund атты жобамыз бар. Ол жерде жалпы өнерлі балалардың өздерінің бір жеке жобаларына белгілі бір сумма бөлеміз. Сол қаражатты алып, олар өздері белгілі бір іс-шара ұйымдастырады. Мысалы, осыған дейін бізде стендап өтті. Осы Just Fund акциясы арқылы. Сол секілді біз белгілі бір жастарға олар өз қалталарынан шығармайтындай өзінің идеяларын біздің есебімізден жасауларына болады. Және де әлбетте оның да өзінің бір орындау керек іс-әрекеттері бар. Дегенмен де ол өте қиын деп те айтпаймын. Оңай. Бізге келсін, бізге тіркелсін. Және де тәуелсіздік ұрпақтар атты бізде тағы бір жобамыз бар. Ол жерде жалпы соммасы үлкендеу, жалпы бір жастарға көмек, тағы да бір осындай бір идеяларды қолдау үшін арналған жоба болып табылады. Осындай бізде. Ал одан бөлек кішігірім іс-шаралар бізде өте көп. Өткен аптаның алатын болсақ, одан бізде Қарағанды облысына танымал жалпы өнер адамдармен, болмаса білім саласына жүрген адамдармен біз сұхбаттар өткіземіз, тренингтер өткіземіз. Өткен аптаның
Так, өткен аптаның дүйсенбі күнінде бізде Ақай Жұмамұрат ағаймен бізде кездесу өтті. Ол кісі Сейфуллин атындағы драма театрының актері болып табылады. Өзінің былай айтқанда опыты дейді ғой. Көптеген басынан өткен оқиғаларымен жалпы бөлісті, және де ол іс-шараның басты мақсаты ол жастарға деген бір кеңесін беру, жастарға бір бағытты беру. Біз ол жерге Тәттімбет колледжінен жаңағы сол кісінің бағытында оқып жүрген балаларды шақырдық. Ол балаларға өте қызық болды. Сол секілді кездесулер өткіземіз. Одан бөлек біле білсеңіздер, Мұстафа бренд деген ерлер жаңағы костюм сататын магазині бар ғой. Сол кісінің жаңағы сол дүкеннің басшысымен біз кездесу жасадық. Ол кәсіпкерлік бағытта жасалған белгілі бір не болып табылады. Кәдімгідей көмек болды. Кәсіпкер, аха. Тамаша. Құрметті көрермен тыңдарман, дәл қазір бізде ақпараттық үзіліс, бізден алыстамаңыздар. Жаңа сіз айтып жатыр едіңіз, әрмен қарай жалғастырсаңыз. Жақсы, жаңағы клубтар бойынша тағы да айтып өтейін. Мен тек клубтың жартысын ғана айттым. Сондықтан бізде әлі одан да басқа айналысатын көп жерлер бар. Оның бірі бізде Voice клуб, әншілікпен, жалпы вокалмен айналысатын клуб. Әлбетте тәжірибелі күнде бір нотаға үйретеді деп айтпаймыз. Дегенмен де ол жерде тоже тренингтар өтеді. Белгілі бір әншілермен, Қарағанды облысының жалпы республикаға танымал әншілермен кездесулер өтеді. Және де одан бөлек уақытымызды бірге қызықты өткізу үшін осындай бір клубтарымыз бар. Одан бөлек бізде кітап клубы бар. Өздеріңіз білетіндей, қазір жастар кітапқа уақыттарын көп бір арнағылар келмейді. Барлығы тез болып кеткен. Соның алдын алу мақсатында жалпы кітап деген әлбетте пайдалы зат, одан зиянын ешкім көрген жоқ. Кітап туралы бізде жалпы бір клубымыз бар, онсайт атты бізде кітап клубымыз бар. Сол жаққа да шақырамыз балаларды. Және де одан бөлек бізде Next жастар бизнес клубы бар. Ол жерде жалпы маркетинг туралы, экономика туралы, жалпы капитал туралы айтатын бізде осындай бір клубымыз бар. Осы секілді бізде 6 клубымыз бар. Соларға жастардың барлығын шақырамыз. Жастардың уақыттарын бос өткізбеуге, және де бұл да бір үлкен проблема болып табылады ғой. Сол проблеманың алдын алу үшін бізде осындай бір әрекеттер жасап жатырмыз. Және біз жастарды шақырамыз. Одан бөлек жаңа біз іс-шаралар туралы айтып өттік. Бізде осыған дейін көптеген шаралармен атсалыстық, айналыстық, және де алдымызда келе жатқан бізде облыстық студенттер балы бар. Ол жерде біз жыл сайын өткізетінбіз офицерлік бал. Бірақ осы жылы біз барлық облыстағы жалпы барлық универлерден біз жұптарды шақырып, осындай бір жалпы бал өткізбек ойымыз бар, және де өткіземіз деп отырмыз. Одан бөлек бізде ең үздік студенттерді марапаттау. Жалпы бұл да облысымыздағы барлық универлерді қамтитын, орысша айтқанда чествование деп атайды. Сол жердегі жалпы өздеріңізде танитын шығарсыздар, білетін шығарсыздар, студенттер, олар енді өзара бөлініп жатады ғой, бірақ та солардың ішінен алға суырылып, оқуын жақсы оқып, сонымен қатар бірге активный болып жүретін студенттер бар. Солардың біз еңбегін еш кетірмей, соларды мадақтап, марапаттау үшін арналған осындай бір бізде бір жобамыз бар, алда іс-шарамыз бар. Тамаша. Енді жаңа айтып жатсыз, жастар, студенттер сіздерге келіп жатады деп, қазір таңда қанша жастар бар сіздің орталықтарыңызда? Біздің таңда жалпы негізінде жас деген санатқа ол 16 жастан 35 жасқа дейін жас жатады ғой. Бірінші сотрудниктерден бастайық. Бізде 30 бен 35 арасында сотрудниктер жұмыс жасайды. Менің білуім бойынша, маған жеткілікті мәліметтер бойынша. Ал күнделікті келіп жатқан, енді толық статистиканы өкінішке қарай білмейді екен, бірақ та күнделікті бізге 50 мен 60, тіпті одан да көп студенттер келіп кетіп отырады. Тіпті одан да көп адамдар келіп кетіп отырады жалпы негізінде. Тамаша. Оны одан да ары қарай арттырмақ ойымыз бар. Себебі жаңағы біздің адресімізге енді қаланың шетінде болғаннан кейін кейбір студенттерге ыңғайсыз, бірақ та бәрібір де келеді, және де біз сол санын арттырмақ тағы да бір ойымыз бар.
Енді жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз, қаланың шетінде болғандықтан көбісі онша ыңғайсыз деп, көбісіне. Енді осы қаланың ортасына жылжу деген сияқты ойда жоқ па, немесе басқа да бір филиалын осы жерде ашу деген ойда қазірге? Негізінде әлбетте кез келген орталықтың орналасу аймағы ол өте бір маңызды бір аспект болып табылады. Менің ойымша енді жоғарыда отырған ағаларымыз біздің жұмысымызға қарап біздің маңыздылығымызды біліп отырған шығар. Сол себептен әлбетте оқу орындардың айналасында болуы біздің жаңағы филиалымыздың ол бізге өте маңызды және де өте ыңғайлы болатын еді. Себебі өзіңіз білетіндей жол деген ол белгілі бір рөлді ойнайды. Жұмысқа барсаңыз да сіз жолдың ұзақтығына байланысты белгілі бір қиындықтар туындауы мүмкін. Сол себепті студенттерге де осындай бір олар бізге жақын емес, біз оларға жақын болу керек деп мен ойлаймыз. Сондықтан да әлбетте ол менің қолымда емес, дегенмен де біз оны қалаймыз. Осы бір қаланың маңайынан болғанда әлбетте біз қаланың маңайындамыз, бірақ та қаланың ортасынан және де универлердің бір тоғысқан бір ортасынан орналасқанымызды мен бір қалаймын. Иә, шынымен де. Енді осы демалыс күндері кәдімгідей үлкен бір іс-шара өткен болатын біздің орталық саябағымызда. Сол туралы айта өтсеңіз. Шынымен де өйткені мен бара алмадым, бірақ менің таныстарым барғандар өте қызықты болды деп кәдімгідей бір өздерінің таңғалғандарын айтып жатқан еді. Иә, әлбетте бұл жалпы осы айдың 13-14 күндері ол жаңағы демалыс күндеріне таралып тұр. Бізде президентіміздің жолдауы болғанда айтуы бойынша таза Қазақстан акциясы бізде басталған болатын. Сол акцияның аясында біздің басқарма, жастар басқармасы осыны айтып өту керек. Таза қала атты экофестивальді біз ұйымдастырдық. 2 күнге созылған экофестиваль. Бұл фестивальдің мақсаты жалпы қала тұрғындарын экологиялық мәдениетке қалыптастыру болғанда әлбетте ол мәдениет бізде бар, дегенмен де біз ол мәдениетті одан сайын арттыру мақсатында осындай бір фестивальді біз жасадық. Және де ол фестиваль өзінің бір керемет нәтижесін берді. Ол туралы толықтай айтып өту керек деп ойлаймын. Жалпы алғанда 2 күнге созылған шараға жалпы 3000-нан астам адам атсалысты. Жалпы алғанда 3000-нан астам адам атсалысты. Және де 43 мектеп бізде белсенділік танытып, жаңағындай пластикалық бөтелкелердің қақпағын жинады. Және де осы статистикаға тоқталатын болсақ, 220 мыңға жуық қақпақ жиналған екен. Бұны килограммен есептейтін болсақ, ол бізде 443 килограмм болып табылады. Енді өзіңіз ойлаңызшы, бір қақпақтың салмағы бір ары кетсе 10 грамм болатын шығар, 15 грамм болатын шығар. Енді қаншама штук қақпақ болуы мүмкін. Және де осы жерде біз атап айту керекпіз, себебі 3-ші орында бізде 95-ші мектеп 40 килограмм жинады. Одан кейін 32-ші мектеп 44 килограмм жинады. Және де 1-ші орында 45-ші мектеп 52 килограмм жинады. Бұл жерде оқушылардың және де ұстаздардың еңбегін атап өту керек, оларға алғысын айту керекпіз. Себебі осы іс-шарада бұл қақпақтар өзінің бір рөлін ойнады. Себебі осындай бір пластиктерді қайта өңдеу арқылы белгілі бір заттар жасауға болатын біз дәлелдеп, біз көрсеттік. Және де осы бір фестивальдің ең бір маңызды жаңалығы ол бізде эко-койындар болып табылады. Эко-койындар ол жалпы жаңағы пластиктерден жасалған осы фестивальдің валютасы болып табылады. Осы валюталарды біз өзіміз алдын ала жасап қойдық. Және де ол валюталарды қалай алуға болады деген сұраққа жауап беретін болсақ, тұрғындар белгілі бір ойындар ойнау арқылы, белгілі бір іс-әрекеттер жасау арқылы жаңағы ойындарды ұтып алады. Оның ішіне тоқталсақ, жаңағы корнхол деген ойын, оны білетін шығарсыз, жаңағындай жәшік болады. Ол жәшікке 3-4 метрден адамдар белгілі бір жаңағындай кішкентай жастық секілді затты лақтырып, тесікке түсіру арқылы ойынды ұтып алады. Менің есімде қалғаны бойынша 4 жаңағындай жастықты лақтырып, 3-еуін кіргізсе, 1-2 ойын ұтып алады. Ол бір қатты қиын емес. Одан бөлек бізде жаңағындай велошредерлер болды. Ол жаңағындай велосипедтің системасымен жасалған, бірақ та қақпақтарды
велошредердің алдында бізде не бар, кішкентай коробка секілді зат бар, соған қақпақтарды лақтырып, ішінде ол өңделеді. Ол өзімен өзі жүрмейді, әлбетте адамдардың көмегімен велосипедті айналдыру арқылы жаңағы пластикті ұнталайды, бөлшектейді, айтқанда. 40 қақпақты бөлшектеген кезде бір эко-койын беріледі. Ол бір қатты қиын деп айтпаймын, бірақ та белгілі бір енді уақыт алады. Одан бөлек бізде баскетбол несі бар, ойыны болды. 5-6 метрден лақтыру арқылы эко-койынды жаңағыдай ұтып алуға болады. Сол секілді одан бөлек викториналар, квиздер болды. Сол арқылы жалпы біз эко-койынды жай ғана бере салу емес, осындай бір қызықты іс-әрекет жасау арқылы жаңағындай отбасымен келіп жатты адамдар, баласымен әкесінің, мен өз көзіммен көрдім, баласымен әкесінің жаңағындай ойынды ойнау арқылы екеуінің бір татуластығы, екеуінің бір отбасының жылылығы бір сезіліп, сондай бір ойын арқылы біз осындай бір эко-койындарды ұтып алу жолын іске асырдық. Осылай қызық болды. Енді сол эко-койынды ұтып алғаннан кейін оны қайда жұмсауға болады? Эко-койынды ұтып алғаннан кейін жаңағындай пластиктерден жасалған бізде нелер бар, қалай айтсам болады, әртүрлі заттар бар бізде. Мойынға тағатын белгілі бір әшекейлер, және де телефонды қоятын, қазір подставка дейміз ғой, қазақша қалай екен. Сол подставканы одан бөлек неше түрлі заттар бар, бижутерия деп айтады ғой, пластиктен жасалған, сондай заттарды ұтып алуға болады, айырбастап алуға болады. Одан бөлек стакандар болды, сол секілді қажетті заттарға айырбастап алуға болды. Өте тамаша. Негізі қарағандылықтар соны қалай қарсы алды, негізі осындай шараны? Өте керемет қарсы алды, себебі ол кезде ауа райы бүгінде салқындау болды. Бірақ та жаңбыр қатты жауған жоқ, дегенмен де салқындығына қарамастан адамдар келіп жатты, адамдар көріп жатты. Әлбетте ол адамдарға өте қызық болды. Қызық болғаннан кейін жаңағындай айтып отырмын ғой, жаңағы отбасымен бірге келіп бірге бір отбасы болып, кәдімгідей бір-біріне көмек беріп, татулық болып арасында. Отбасылардан бізге жалпы үлкен кісілерден көп бір комментариялар келді. Ол кісілердің айтуы бойынша енді біздің қаламыз ол бір ең бір таза қала емес, статистика бойынша лас қалалардың бірі болып тұр, өкінішке қарай. Және де осындай акциялар жаңағы статистикадан бізді шығаруға көмектеседі деп өздерінің ойларын білдірді. Және де өте бір керемет, және біздің мақсатымыз да сондай болды. Және де ешқандай да бір кері ой болған жоқ, адамдардың барлығы қуанышты, жақсы қарсы алды. Бәрі жақсы болды. Өте тамаша екен. Құрметті көрермен тыңдарман, кезекті емес әсем әуезден қабыл алыңыздар. Мұхамеджан мырза, енді өзіңіз айтарыңыз болса тағы да толықтыра кетсеңіз болады. Бағанағы айтып өткендей, өткен аптаға іс-шара ол бізде үлкен болды. Ол туралы айта беруге болады. Ол көп уақыт алады негізінде, бірақ та енді сол бір іс-шараның символы ретінде біз жаңағы қақпақтардан жасалған, пластиктен жасалған орындықты жасадық. Жалпы ол 4-5 адам отыралатын үлкен орындық, және де ол орындықты біз Қарағанды орталық саябағына барып орналастырдық. Оны Қарағанды облысының әкімінің жаңағы оң қолы деп айтуға болады. Әлібек Үсенұлы Әлдиней өзі жеке барып жаңағы орындықты орнатып, солай символын біз орнатып кеттік. Былай айтқанда ол орындықты орталық саябақтан көрсеңіздер болады. Жалпы одан бөлек тағы да шахмат жасалды, жаңағыдай пластиктерден, өте әдемі дизайнда. Сол секілді бізде экологиялық фестиваліміз осылай кереметтей нотада аяқталды. Және де бізде күннің соңында концерттік бағдарлама болды. Және де ол бағдарламаның хедлайнер ретінде біз Аршат атты әншіні шақырдық. Концерт керемет өтті. Тағы да айтып өтетін болсақ, салқындығына қарамай адамдардың көптігіне біз ризашылығымызды білдіреміз, және де алғысымызды білдіреміз. Тамаша. Шынымен де керемет шара өткен екен. Енді көп рахмет уақытыңызды бөліп, шынымен де бізді керемет ақпараттармен құлақтандырғаныңызға. Енді өзіңіздің біздің тыңдармандарымызға немесе көрермендерімізге айтарыңыз болса, мархабат, сәлем дегеніңіз болсын. Мархабат. Біріншіден алғысымды айтып өту керек шығар. Және де өзімнің жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқарманың басшысы Айсұлу Әлімжанқызына үлкен алғысымды білдіремін. Және одан бөлек өзімнің
бастығым, өзімнің басшым Аслан Берікбекұлына алғысымды білдіремін. Және де өзімнің қасымдағы қызметкерлер, бірге қасымдағы достарыма бәріне алғысымды білдіремін. Және де осындай мүмкіндік сыйлап отырған сіздерге де алғысымды білдіремін. Сіздерге де көп рахмет. Жастарға айтарым, жалпы осында келіп отырған басты бір мақсатым, біз сияқты орталықтың бар екенін білмейтін жастар көп. Және де сол жастарға айтарым, бізге келіңіздер, бізде мүмкіндіктер көп. Жоқтан бар жасауға болатын орталық ретінде біз өзімізді осылай жарнамалай аламыз. Бізге келіңіздер, біз сіздерге көмектесеміз, біз сіздерді шақырамыз. Тамаша. Өте керемет. Сізбен қоштаспаймыз, алдағы уақытта тағы да кездесеміз деген ойдамыз. Сізге тек сәттілік тілеймін. Құрметті көрермен тыңдарман, бізден алыстамаңыздар. Өткен 17 сағат 00-де жүректен жүрекке құттықтау сазды бағдарламасында қайтадан қауышатын боламыз.